Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бұл видеода қыс мезгілінде адам ағзасына өте пайдалы жемістердің бірі құрма жемісінің адам ағзасына пайдасын білетін боласыздар. Құрметті оқырмандар, қазақша арнаға қолдау білдіріп, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз бізге үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Құрма жайлы сіз естіп білмеген ақпарат болады деп сенемін. Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Құрманың адам денсаулығына тигізетін 10 пайдасы жайлы айтып берейін. Құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауру кемде-кем кездеседі екен. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі, жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Құрма йодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады екен. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады екен. Құрма Құран аяттарында көп кездесетін жеміс түрі. Иман келтіргендерге жәннатта әзірленген небір дәмді тәтті астардың ішінде құрма да айтылады. Алла тағала Құранда ерекше мән берген бұл жемістің химиялық құрамын зерттеген кезде көптеген пайдалы заттар анықталды. Құрма адамзат баласының барлығына танымал ең көне жеміс болып табылады. Өзінің нәзік, тәтті әрі құнарлы сипатымен қазіргі таңда да көптеген әлем елдеріндегі маңызы зор жеміс болып отыр. Ғалымдар бұл жемістің барлық жаңа қырын және таңғалдырарлық ерекшелігін әрі таңдаулы ас екендігін ғана емес, небір түрлі ауру сырқаудың таптырмас емшісі екендігін анықтап отыр. Сондай-ақ Құран аяттары да біздің назарымызды құрманың адам баласына берер пайдасына аударуда. Жақында ғалымдар құрманың әйел адам босанар кездегі берер пайдасын және де аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге пайдалы екендігін анықтап отыр. Құрманың құрамында үлкен мөлшерде қант бар екен, яғни 60-65%. Бұл барлық жемістермен салыстырғандағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады. Дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және де босанатын күні үзбей осы жеміс шырынын ішуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны ағзасы әлсіреген анаға күш береді екен. Сонымен қатар босанушы әйелдің ағзасында жаңа туылған нәрестеге өмірінің ең алғашқы сәтінен бастап өте қажетті ана сүтін құрайтын химиялық реакцияның жүзеге асуын қамтамасыз етеді екен. Сондай-ақ босану кезінде әйел адам көп қан жоғалтқандықтан қанының құрамында қанттың мөлшері төмендеп кетеді. Құрма ағзадағы қантты толтырушы болып табылады. Қан қысымының төмендеуін болдырмайды екен. Құрманың құрамындағы окситоцин деген химиялық зат заманауи медицинада босанатын әйелге жәрдем беретін препарат ретінде қолданылады. Окситоцин босану процесін жылдамдатады. Көптеген ғылыми дереккөздер бұл препаратты жылдам босандыру дәрісі деп сипаттайды. Бір қызығы, босанғаннан соң окситоцин ана ағзасында
сүт түзуші затқа айналып кетеді екен. Окситоцин негізінде мидың артқы жақ гипофизінде түзілетін және де толғақты шақырушы, жатыр және жамбас буындарын тарылтушы гормон болып табылады. Ананың ағзасын босануға дайындаушы да осы гормон. Окситоцин гормонының әсері бұлшықет жасушаларында ана сүтін түзуші ретінде және ана жатырының бұлшықетінде көрініс табады. Босану процесі сәтті өтуі үшін жатыр бұлшықеттерін дұрыс қысу маңызды. Окситоцин өз кезегінде жатыр бұлшықеттерінің белсенді түрде қысылуына белсенді атсалысады. Сонымен қатар босану процесі аяқтала салысымен ағзадағы өз қызметін атқара береді. Ендігі жерде ол сүт бездерінде ана сүтін түзе бастайды. Құрманың медицинадағы зор пайдасы жайлы зерттеулер ең алдымен әйел адамды босандырар кездегі ең таптырмас зат екендігі медицинада ашылған соңғы жаңалық болып отыр. Алайда бұған дейін 1400 жыл бұрын Құранда Алла тағаланың Мәриямға бұл жемістің жүктілік кезіндегі пайдасы мен босануын жеңілдетуші жеміс екендігін өз даналығымен білдіргендігі айтылып қойған. Сонымен қатар құрмадағы ағзаға тез сіңетін және де жылдам ыдыраушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін арттырып, жылу күшімен қамтамасыз етіп отырады. Құрмадағы қант шырыны ағзада қант құрамын мөлшерден асырушы кәдімгі қанттан, глюкозадан айырмашылығы көп. Қан құрамындағы қанттың көтерілуі бірнеше сырқаты бар жандар үшін өте қауіпті. Соның ішінде қант диабеті кезінде. Қан құрамында қанттың көбеюі іш құрылысқа зиянын тигізеді. Ең бірінші бүйректің, көздің, жүрек, бұлшықетінің жүйке талшықтарының қызметі бұзылады. Қанттың көбеюі нәтижесінде көптеген аурулардың ауыр түрінің себебі және де көру қабілетінен айырылуға, мүшелердің жансыздануына, бүйрек ауруына және де қант диабетінің ауыр түріне апаруы мүмкін. Құрмада көптеген дәрумендер мен минералды заттар бар. Олар жасұныққа, майға және ақуыздарға бай болып келеді. Құрмада минералды заттардан натрий, калий, кальций, магний, темір, күкірт және хлор бар. Сонымен қатар құрманың дәнінде А дәрумені, бета-каротин және В6, В1, В2, В3 дәрумендері де бар екен. Жүкті әйелдің ағзасына және жалпы адамның ағзасына құрмадағы дәрумендер мен минералды заттардың қалай әсер беретіндігі бірнеше мысал келтіреміз. Құрма 50% қанттан құралған, сондықтан да өте нәрлі. Ол ағзада тез таралады. Қант шырыны жүйке жүйені тыныштандырады. Құрма мидың қызметіне өте пайдалы, себебі 2% ақуыздан тұрады. Сондай-ақ А, В1 және В2 дәрумендеріне өте бай болып келеді. Ақуыздар ағзаны жұқпалы аурудан қорғаушы қызметін атқарады. А дәрумені көз бұлшықеттерін жақсартады, сүйек және тісті қатайтады. В1 дәрумені ақуыздарды, көмірсуларды және майларды жойып, ағзадағы жасушалардың жаңаруын қамтамасыз етеді. Құрманың нәрлілігі тұқымдағы адам ағзасына қажетті минералды заттардың құрамына байланысты. Мысалы, жүкті және бала емізетін әйелдерге ең қажетті зат фолия қышқылы. Бұл қышқыл ағзадағы жаңа жасушаның түзілуіне қатысушы маңызды дәрумен болып табылады. Амин қышқылы жасуша жаңару кезіндегі ағзадағы түзуші жабдық болып табылады екен. Жоғарыдағы зерттеулер құдіретті Алла тағаланың шексіз ілімі мен мейірімінің көрсеткіші болып табылады. Құрманың жүктілік кезіндегі пайдасы және оның химиялық құрамындағы ана ағзасына қажетті заттар тек заманауи медицина дамыған соңғы жылдары ғана анықталып отырса, бұл жемістің пайдасы жайлы 14 ғасыр бұрын Құран адамдарға жар салған. Құрметті оқырмандар, назар аударыңыздар. Бұл арна тек ақпараттық мақсаттарға арналған. Сіздердің денсаулықтарыңыз үшін ескертемін. Барлық ұсыныстар дәрігермен қатаң келісілуі керек. Және де арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.
Достар, сіздерге видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп алғыс айтамын.